Сәлем достар, сендермен бірге мен Марика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен керемет ташкентский шай жасаймыз. Оған керекті заттар: қара шай, көк шай, лимон, науат және де ислам қылған жалбыз. Енді біз осының бәрін шайнегімізге салып алайық. Бірінші қара шай, көк шай, 2 лимон жетеді, 2 науат және де жалбыз. Енді біз үстінен ыстық шайымызды қосамыз. Мінекей, енді біз оны 5 минутқа қойып қоямыз. Егер сіздер тұмауратып тұрсаңыздар немесе ерекше шай ішкілеріңіз келсе, бұл сіздерге таптырмайтын шай. Енді біздің шайымыз дайын. Иісі қандай керемет. Түсін айтсаңыздаршы. Егер де менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар, және де осы шай туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар.